Сәлем достар, сіздермен бірге қайта қауышқан мен Айжан, және егерде осы видеоны ашсаң, бұл тақырып саған қызықты деп түсінемін. Сол себептен осы видеоны соңына дейін көр. Бірінші мен бет терісі туралы айтайын. Менің аудиториямның көбісі жасөспірімдер болғандықтан білемін, барлықтарымызда видеолар шығады, менде де шығады. Егерде солардың шықпағанын қаласаңыздар, ең қарапайым кеңестерге жүгінулеріңіз керек. Ол дұрыс тамақтану және де суды көбірек ішу. Осы пункттерді көбісі жиі айтқанмен, оған ешкім құлақ аса қоймайды. Бірақ шынымен де егерде таза бет қаласаңыздар, онда осы ережелерді сақтауларыңыз керек. Адам ағзасына қажет күнделікті өзінің су ішетін нормасы бар. Енді дәл қазір осы видеоны стопқа қойып барып, бір стакан жылу су ішіп келіңіз. Тамақтануға келетін болсақ, бургер, пиццаларды сәл азайтуға керек. Маған да ұнайды пиццалар, маған да ұнайды фастфуд. Бірақ егерде шынымен де беттеріңіз таза болған қаласаңыз, денсаулықтарыңыз мықты болған қаласаңыз, рационыңыздан бұл тағамдарды алып тастау керек. Әрине барлығын бірден емес. Егерде сіз қатты жақсы көретін болсаңыз, фастфудтарды онда сіздерге былай күнтізбе жасауға болады. Мысалға, бір айда бір рет пицца жеуге мысалға. Кейіннен мүлдем тіпті рационнан алып тастайсыздар да пицца, бургерлерді жегіңіз келмей қалады. Мен әрине де косметолог емеспін, бірақ егерде сіздің бетіңізде проблемалар көп болып жатса, онда өзіңізге бет күтімін жасап бастаңыз. Міндетті түрде қымбат процедуралар емес, косметологтарда кәдімгі өзіңіз тазартуға арналған пенкаларды сатып алып, күнделікті өзіңіздің бетіңізді пенкамен, арнайы скрабтар жасап, креммен ылғалдандырып тұрсаңыз, өзіңіздің жағдайы сәлде болсын өзгеретін болады. Менің сіздерге әдемі болу үшін екінші кеңесім ол шаш үлгісі. Сіздерге қалай екенін білмеймін, бірақ мен үшін кез келген жағдайда мейлі асығып бара жатырмын ба, кешігіп бара жатырмын ба, бәрібір менің шаш үлгім әрқашан мынадай болу керек. Кез келген жағдайда шашыңызды таза ұстаңыз және де міндетті түрде оны тарап жүріңіздер. Ал егер сен қандай шаш үлгі жасауға болатынын білмесең, бұл жағынан қиналсаң, менің саған керемет жаңалығым бар. Мен өзімнің Instagram парақшамда жиі шаш үлгілері туралы видеолар салып отырамын. Мектепке шаш үлгілері, қонаққа барған тойға. Сондықтан тез-тез кіріп подписаться етіп қой, себебі сол жақтан сен күшті шаш үлгілерін ала аласың. Және одан да бөлек өте пайдалы, қызықты видеолар бар. Сондықтан осы жерге міне Instagram'ын тездетіп тіркеліп қой. Менің үшінші кеңесім ол киім. Білесіздер ме, әдемі киіну үшін міндетті түрде қымбат киімдер алу міндет емес. Сапасыз киім алғанша одан қайта базовый киімдер алыңыздар. Базовый киімдер не екенін түсінбесеңіздер, мен қазір сіздерге көрсетемін. Базовый киімдер дегеніміз ол минималистичный, яғни ақ, сұр, қара түсті киімдер, және де олар ыңғайлы болады. Кез келген жағдайда бір-бірлерімен үйлестіріп кие беруге болады. Бұлға да кез келген сайтқа жазсаңыз, қазір барлығында түрлі кеңестер бар. Қалай арзан, әрі сапалы, әрі әдемі киінуге болатын барлығы айтып жатады. Және де менің Instagram парақшамда да ол туралы бар. Бірақ ұмытпаңыздар, егерде әдемі киінгілеріңіз келсе, міндетті түрде киімдеріңіз таза, үтіктелген, жинақы болуы керек. Тым қарапайым болып естілгенмен, расымен де таза, ұқыпты, жинақы, үтіктелген киіммен, әдемі шаш үлгімен жинақы жүрген адамдар әрқашан мен үшін әдемі болып саналады. Және ең соңғы төртінші сіздерге айтар кеңесім, әрқашан күлімдеп жүріңіздер. Адамның сыртқы келбеті қаншалықты әдемі болғанмен, ең бастысы ол жүректе. Ішкі жан дүниеңіз әдемі болса, сіздің киген кез келген киіміңіз, жасаған кез келген шаш үлгіңіз әрқашан әдемі болатын болады. Осымен менің видеом тамамдалуда. Егерде осы видеоны лайк басып қой. Менің каналыма және де Instagram'a міндетті түрде тіркел. Менің Instagram'да барлық жаңалықтарды сіздер бірінші білетін боласыздар. Және де осы видеоны өзіңіздің достарыңызға, құрбыларыңызға жіберіңіз. Олар да біліп жүрсін осындай керемет кеңестерді. Сіздермен бірге болған мен Айжан KZ. Мен сіздерді жақсы көремін. Сіздер ең әдемісіздер, ең кереметсіздер. Сау болыңыздар.